Қазақ тілін туған тіліндей меңгерген өзге ұлт өкілдері бүгін біздің студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Орыс тілі мен әдебиет пәнінің ұстазы, Аманат партиясы жастар оқу жастар қанаты сөйлеу тілдесу үйірмесінде тренер, қазақ тілін үйретуші, қосымша қазақтың келіні Анжелика Шабданбекова біздің қонақта, және менің әріптесім, менің өлкем газетінің тілшісі, журналист Севериденко Валентина. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Керемет. Сізде мен здравствуйте деп болғанда десем, қазақ тілін жақсы біледі екенсіздер. Енді жалпы өзге ұлт өкілдері соңғы кезде бір жақсы тенденция, қазақ тілін меңгерген жастардың, өзге ұлт өкілдердің көбейіп келе жатқанын байқап жатырмыз. Сіздер де байқап жатқан шығарсыздар. Енді Валентина, өзіңізге сұрақ қойсам, қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Сіздің биографияңызға қарап шықсам, Ресейдің Кемерово облысында дүниеге келіпсіз. Анжелика деп айтқыңыз келді. Анжелика, иә. Шатасып кеттім. Мысалы, сіз де Кемеровода дүниеге келдіңіз, иә? Валентина. Енді осы қазақ тілін Ресейде туып, қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Әлде Қазақстанға көшіп келгеннен кейін барып меңгердіңіз бе? Бұл сұрақ маған ба? Сізге екеулеріңізге де. Жақсы, негізінде мен Ресейде тудым, бірақ та біз осында мен 1 жасында көшіп келгенбіз. Жарма ауданында, қазір аяғы жақта ол Аршалы ауылында сол өскенмін. Мен анамның әке-шешесі сол жақта тұрған. Ал негізінде менің мамам украин, ал әкесі, атам ол Украинаның өзінен келген негізінде. Бірақ та жас кезінде осы Қазақстанға көшіп келген ғой, одан кейін апам екеуі танысып, сөйтіп сол ауылда өз қоныстарын тапқан, сол жерде тұрып кеткен. Сосын мен мамам папаммен танысқан, папам армияға бара жатқан кезде тоже танысқан екеуі. А папам негізінде Ресейден өзі екеуі сөйтіп сөйлескен, одан папам мамамды алып қашып кеткен Ресейге. Алып қашып кеткен бе? Ресейге алып қашып кеткен. Иә, Ресейге алып қашып кеткен. Одан кейін сол жерде мен ағам және де мен сіңірім үшеуміз сол Ресейде туғанбыз. Ал менің 3 әпкем осы Қазақстанда туған. Яғни біз негізінде отбасында 6 адамбыз. 5 қыз, 1 ұл. Барлығы да қазақшаны жақсы сөйлей ме? Жоқ, менің 3 апайым білмейді, ал мен сіңірім және ағам мен сияқты таза сөйлейді. Таза сөйлейді. Иә, мен сияқты. Мен Анжеликаны бірінші рет көріп отырмын, сол үшін де ұқсас тұстарымыз өте көп екен. Менің де атам украин, менің ұлтымда украин болғандықтан ұқсас. Өзім қазақ тілдісіз ғой? 5 қыз деп отыр, менің де отбасымда 5 қызбыз, бірақ ұл жоқ. Оның ішінде мен 3-шісімін. Сіз қазақша сөйлейсіз? Мен де Ресей Федерациясында дүниеге келдім. Кейін Қазақстанға көшіп кеткен болатынбыз отбасымызбен бірге. Мен ол кезде 1-ші сыныпқа да аяқ басқан жоқпын. Кейін 1-ші сыныпта орыс мектебінде оқыдым, 2-ші сыныпта Марқакөл өңіріндегі Қарой деген ауылында оқыған болатынмын. Негізі қазақ тілін үйрену деген негізі менде проблема болған. Қазақша отыр, тұр деген сөздерді ғана жатқа білетінмін. Қазақтың кішкентай балалары бізбен ойнағысы келеді, ал біз қазақша білмейміз, олар орысша білмейді. Түсінбеусіз болдыңыздар біраз бала кезде. Сол кезде менің бір құрбым бар, иди сюда деген сөзді жаттап алған, анасынан сұрап. Сол кезде таңертең ерте тұрып, сағат 6-ларда менің үйімнің алдына келіп, иди сюда деп айғайлап отыратын. Ақырын үйреттік, біз оларды орыс тілге үйреттік, олар бізді қазақ тіліне үйретті бұл жерде. Қазір көріп тұрсыздар ма сол балаларды? Өкінішке орай қазір жұмыс көп болғандықтан көп араласа бермейміз. Енді мысалы кейбіреулерге таңсық болуы мүмкін, өзге ұлт өкілдері мысалы қазақ тілінде емін еркін, тіпті кейбір қазақтардан қарағанда еркін сөйлейді деген сияқты. Таңғалатын жағдайлар кездесе ме мысалы? Негізінде қазіргі 21-ші ғасырда өмір сүреміз, және де бұл таңғалатын нәрсе емес деп ойлаймын. Жалпы мен өзім қазақ тілін үйренген кезде мен білмейтінмін осындай мен секілді адамдар бар екенін мысалы. Өйткені ауылды жерге шыққаннан кейін маған осы қалаға келген кезде таңғаладым, не үшін мені көріп таңғалады адамдар. Қазақша сөйлеп тұрасың ғой, адамдар, мә, сен қазақша сөйлейсің ба, біз сені орысша сөйлесіп тұрсақ, неге баяғыдан бері қазақша сөйлемейсің деген секілді. Сосын мен қарадым, не істе таңғаласыздар? Қазір сен секілді адамдар аз деп. Ол кезде 15-14 жылдар ғой.
қазіргі таңда көбісі популистік мақсатта ғана андай тексттарды жаттап алады да өздерін видеоға салып қояды, одан кейін мен қазақша білемін дейді да, мысалы, иә, сондай адамдар өте көбейіп бара жатыр. Ал тіл білушілер десек 100% қазақ тілін білетін адамдар негізінде аз, өте аз. Популистік мақсатта сондай қолданысқа асырылатын адамдардың арқасында қазір біз таза сөйлейтін адамдарды көп салыстыра береді. Сіздер осы популистік мақсатта қазақ тілін үйреніп алдыңыздар, және де сіздер осы пиар керек деп. Өздеріңіз үшін. Иә. Осы орайда бірақ менің бір ескерту жасағым келіп отыр. Қазақша сөйлейді деп таңғалатындар негізінен көп. Мысалы, такси мен кетіп бара жатсам да автобус кезінде, мысалы, орыс ұлт өкілі ретінде басқа ұлт өкілдері таңғалып жатады. Себебі қазақ тілі деген қазір өтірік айтпасақ та бұл модадан шыққан, кейбірлері қазақ тілінде сөйлеуге ұялатындар өте көп. Әсіресе жастар, себебі қазір балықшаға баратын балалардың бәрі орыс тобына барады. Мен содан кейін мектептің балалары да мысалы орыс тобына жіберіп қояды қазақтың балаларын. Сол үшін де қазақтың балалары осы орыс тіліне жақын болып кететіндіктен балалар да қатты таңғалып отырады. Негізінде мен осы көшеде жүріп келе жатқан кезде мені көп адам орысқа мүлдем ұқсатпайды. Сіз татарға ұқсайсыз немесе басқа өзге ұлтқа ұқсайсыз, бірақ та орысқа мүлдем ұқсамайсыз дейді. Мүмкін емес, қазақша білесіз емес. Иә, сіз мүлдем орысқа ұқсамайсыз, сіз қазақ шығарсыз деп мен енді түріме қарайды да, жоқ, негізінде мен мамам украин, папам орыс, бірақ та мен өзім қазақпын деп айтамын. Үнемі айтатыным сол. Бірақ та айтады, жоқ, сіз мүлдем орысқа ұқсамайсыз, сіздің бет-бейнеңіз мүлдем ұқсамайды деп. Мен тіпті өзім қазір жұмыс істеген кезде мені көбісі өзге ұлтқа мүлдем санамайды. Кәдімгі біздің қазақтың қызы деп айтады. Мен өзімді өзге ұлтқа теңемеймін. Мен қалай айтсам екен, басқандай конкурстарға бір жерге қатыссам да, анандай бір популистік мақсат болған емес ешқашан да. Керісінше мен қазір өзімнің жұмысымда осы қазақ тілін басқа ұлттарға үйретіп жүргеніме мен қатты мақтанамын. Өйткені бұл жерде әртүрлі адамдар бар бізде. Мысалы, тіпті қазақтардың өздері де келеді. Сіз сөйле тілде сүйірмесінде қазақ тілін үйретесіз, қазақтар көп пе? Көп. Бірақ та енді бұл жерде тіреп айтсақ, анау білмейді, мынау білмейді деп айтуға болмайды. Өйткені өмірлік неше түрлі жағдайлар бар. Иә, олар болады. Бұл жерде адам кінәлі емес. Ең басты ниет бар дейсіз ғой, қазақ тілін үйренуге. Егер 100% мен үйренемін, мен күнде келемін деген ниеттері болса, ондай бізде санаулы ғана адамдар бар, бірақ та нәтиже бар. Яғни адам шынымен де тіл үйренгісі келеді, кейбіреу жай ғана уақыт өткізуге келеді. Сіздерге қарап намыстанатын шығар. Өзге ұлт өкілдері қазақ тілін білген. Мен білмеймін қазақ тілін деген сияқты. Мен өзімді ешқашан да өзге ұлтқа санамаймын, тағы да айтайын, иә. Мен тіпті күйеуіме тұрмысқа шыққан кезде де ойланбай исламды қабылдағанмын. Бұл жерде андай популистік мақсат емес, жай өзімді сол қазақ ауылында күйеуім қазақтың келінімін. Сол қазақ ауылында өскеннен кейін кәдімгідей сол өнерге сіңіріп кеткенмін ба, білмеймін енді. Тіпті келін болып түскен кезде мен ана қазақтың дәстүрлерін бәрін білгенмін. Яғни ана бешбармақты жасауды бәрін білемін, салт дәстүрлерін бәрін білемін. Бұл мен үшін андай бір новизна болған жоқ деп айтсам болады. Таңсық емес дейсіз ғой. Соны көріп өстім бала кезімде. Қазақ тілін білгеннен кейін дәстүрін де біліп өстім. Ал сіз тағы бір нәрсе айтқым келіп отыр. Менде бір оқиға болған. Яғни таксиның ішінде кетіп бара жатқан кезде, жол ақысын сұраған кезде мен қазақша автоматически түрде қазақша жауап берген болатынмын. Сол кезде таксист маған, мен сізді орыс деп қалсам қазақ екенсіз ғой деді. Бірақ мен де мысалы өзімді өзге ұлт ретінде санағанда мен мен орыспын деп санаймын, бірақ қазақша салт дәстүрмен өсіп келдік, салт дәстүрді ұстанамыз да, сол үшін де өйтіп әдет-ғұрпын бәрін білесіз, тамағын бәрін жасай білесіз. Иә, қазақтың тағамдарын жейміз, сусындарын ішеміз, салт дәстүрлерді құрметтейміз деген сияқты. Енді кейде мысалы өткенде енді естіген шығарсыз, ресейлік журналист Тина Канделаки. Оны без комментариев қалдырамыз. Өзінің телеграм парақшасында енді Қазақстан темір жол станциясының апталық өтушесіне орай Қазақстанда орыс тілінің қолдану аясы тым шектеліп жатқан жазған еді. Негізі менде тағы бір оқиға болған. Менің жақында менің осы былтыр жазда менің туыстарым Ресейден қонаққа келген болатын. Сол кезде осы Өскеменге келген кезде негізінен біз қазақ жеріне келгенімізге
сезілмейді деп айтқан болатын. Себебі жан жағындағы адамдардың бәрі орысша сөйлеген болатын. Негізі олардың да айтпағы сол, қазақтың бір көргісі келген, естігісі келген. Тілін көргісі келген, дәстүрін көргісі келген. Дәстүрді көргісі келеді. Қазақ орыстанып бара жатыр деп ойлап Иә, балалардың орысша сөйлегеніне таң қалды негізінен. Сол жағы енді қиындау болып жатыр. Енді бұл жерде мына жерде сіз айтқыңыз келіп отыр, орыс тілінің аясы тарылып жатқан жоқ қой, мысалы. Барына бірдей жағдай жасалған. Міне керісінше қазақтың тілін дамыту керек. біз мысалы айтамыз ғой, тәрбие үйден деп, иә. Мен ойламаймын, үйдегі ата-ана балаға сен орысша сөйле, сен қазақшаны қарама, не деп айтады деп мүлде ойламаймын. Өйткені қазір балада андай социум дейді ғой, өзі сол ортада, мысалы телефонға кірсе де, балалармен сөйлессе де, қазақ тілінде мүлдем ешкім сөйлемейді, орас. Мен тіпті қазір өзім сабақ беремін ғой, андай қазақша сөздерді редко естисің да, көбінесе орысша немесе андай ағылшынша сөйлеп кетеді. Маған легче турецкий выучить, чем вот этот казахский, зачем он вообще нужен деп сөйтіп комментировать етеді да балалар. Қазақтың балалары. Иә. Сосын айтасың, а турецкий и казахский на самом деле не похожи, если ты его выучишь деп айтсаң, ты вообще не похожи, не деп сөйтіп как-то мысқылдайды да, сол жаман қытығыма тиеді. Мысалы Оралхан Бөкей кітапханасында Кел сөйлесек деген клуб бар. Сол клубқа көбінесе орта жастағы адамдар, орыс кісілер барады. Соған өте қатты қуаныштымын. Осындай жасқа келіп, мысалы қазақ тілін үйренуге құлшыныстары өте күннен күнге көбейіп бара жатыр. Иә, сіз де мысалы сабақ бересіз қазақ тілінде. Сіз Кел сөйлесек де сабақ бересіз ба? Жоқ, мен бермеймін. Сіз мысалы сонда көресіз, орта жастағы өзге ұлт өкілдерге үйреніп жатқан бар ма? Бізде жалпы жас ерекшеліктері жоқ. Бізде 7 жастан 75 жасқа дейін аралықта келе береді. Иә, балалар аз. Орташа есеппен үлкен кісілер көп пе? Өте көп, және де қазіргі таңда керісінше бізде артып келе жатыр. Өзге ұлт өкілдері, өзге ұлт өкілдері көз қуантады бізде. Корей өкілдері де бар, орыстар да бар, және Украина өкілдері де бар, тағы да бір Әзербайжан өкілдері де бар, қазақ тілін олар шынымен де келе, ниеті бар. Мен қазақ тілін үйренейінші, маған тағы да қосымша сөздер беріңізші. Тіпті ана WhatsApp-тан маған жазып отырады, маған тағы да айтып жіберіңізші, мынаны жіберіп жіберіңізші тағы да деп. Сондай адамдармен маған жұмыс істеген 2 есе ұнайды. Не үшін үйренгісі келеді айтпаймын. Не үшін үйренгісі келеді айтпаймын. Қазақстанда тұрамын, сол үшін үйренгім келеді деп айтады, болды. Бәрекелді. Енді ол кісілер мысалы жалпы қалай қабылдады жаңағы ресейлік журналистің айтқанын мысалы? Ол жағын мен білмеймін. Көп мысалы бізде тиктокта көрдік, көп мысалы айтып жатты, бізде бәрі олай емес. Ажиотаж болып кеткен болатын. Оның ішінде орыс өкілдері өздері қазақша сөйлеп, көптеген видеоларды жариялаған болатын. Біздің ішкі жағдайды көп біле бермейді. Барлығы толеранттылық жағдай жасалған. Және менің ойымша бұл да бір пиардың бір түрі деп ойлаймын, Тина Канделаки жағынан. Атың шықпаса жер өте дейді қазақ. Иә. Кезінде Бораттың да сондай фильмдері шықты емес па, соған ұқсатамын негізі сондай комментарийлерді. Иә, сондай популистік қолдану мақсатындағы адамдардың арқасында ғана олар көтеріліп кетеді ғой негізінде. Бірақ та былай көтерілгені менің ойымша ерсі көрінеді. Енді Дидар газетінде оқыстық, иә? Қазақ халқына алғыс айтамын, сіздің өмірбаяныңыз жазылған, қазақтың келіні, салт дәстүр сақтайтын сұхбат. Одан кейін осы ағамда сіңілімді қазақша таза сөйлейді деп жазыпсыз. Жалпы үйлі ата-анаңыз осы қазақтың жігітіне тұрмысқа шығуға қарсы болған жоқ па? Жоқ. Мен шын айтайыншы, анандай, енді білмеймін, оны можете сюда не включать в интервью, бірақ та мен андай орыс адамдармен сөйлесіп көрмеппін. Жоқ, нет, не в том смысле, что с девушками, а ұлдармен дейін ба, қалай айтайын енді, ер жігіттермен дейін ба, білмеймін. Жалпы енді жігіт дейтін андай жігіт те болған жоқ, бірақ та орыстармен сөйлесіп көрмеппін мүлдем. Өйткені мына жаққа келген кезде өзімді КСУ-ға түстім, колледжға. Бірақ та ол жерде бір ақ ұл болды бізде, Константин деген. Бірақ та оның өзі андай, қалай айтсам екен, қыз деке секілді. Қоспай қойсайшы. Сондай болды. Бір сұрақ қойым келіп отыр. Енеңіз де қазақ қой, сол енемен қарым-қатынасыңыз. Тамаша, өте жақсы. Қазір оған келем, ана айтып алайыншы. Сол негізінде как-то білмеймін, орыстар мүлдем қызықтырмайтын. Бір болды, бүйтіп как-то түрлері ұнамайды деп айтпаймын, бірақ та общение, вот это вот, как они преподносят себя, мне вообще не нравится. Бірақ енді қазақтарды идеальный деп тұрған жоқпын. Но жүрегіме жақын. Өзіңізге бірақ идеальный жігітті
жолықтырдыңыз ғой. Иә, таптым, бірақ та сол осы касуға түскен кезде мен сентябрьде келдім ғой, ағам уговорил осы Өскеменге кел, Өскеменге, Семейге емес Өскеменге кел деп, ағамның арқасында ғана осы Өскеменге келдім. Негізінде Семейге түспекші болғам, қазақ тілі әдебиеті мұғаліміне. Одан кейін осы сентябрьде келдім, и октябрьде осы жұбайымды кездестірдім, и сонымен міне бізге 7 жыл болады бірге болғанымызға. Содан бастап әлі бір. Балаларыңыз қазақша сөйлей ме? Бір қызымыз ғана бар, 3-ке толады бұйыртса. Бірақ та қазақ садигіне барады, қазақ мектебіне кәдімгісіне барады. Қазір ағылшынша да сөйлейді, орысша да қазақша сөйлейді. Контент қазақша, балапан көрем әлде. Енді ютубтан да әртүрлі контенттер бар, бірақ көп айтатыны қазақи контент аз дейді, мысалы. Ол иә, көреді. Оған бақа деген өлеңдерді айтады, андай қуыр деп өз бүйтіп айтып жүреді, садикта жатағанын айтады. Негізінде ол мені өте қуантады, өйткені қазақша кішкене болсын әндетеді. Және де болашақта оны әрине қазақ мектебіне береміз. Ал қазір өзі бір телефонға қызығады деп айтпаймын, өзі ойнап жүре береді, конструктормен ойнайды, нанасымен ойнайды. Енді күйеуімнің жалғыз сіңлісі бар, қарындас кешіңізі. Аралары бірақ та 12 ма 13 жас па сондай. Күйеуім қазір 25-ке толады, ал қарындасы 11-де. Сол енді. Енеңізбен жағдай? Өте жақсы. Біз негізінде енеммен бірге күйеуім екеумізге 2 жыл болған кезде танысқанбыз. Танысқан кезде анандай. Бірге тұрасыз ба қазір? Иә, 4 жыл болады бірге тұрғанымызға. Жалпы отау құрғанымызға 4 жыл, ал бірге болғанымыз 3 жыл болған кезде. Сізбен жігіт сияқты жүріп жүргенде болды? Иә, ол да негізі мені алып қашты деп есептеуге болады. Сондай. Карантин кезінде үйленгенбіз ғой, той болған жоқ, ештеңке болған жоқ. Үйдің ішінде ол шторлардың бәрін жауып, кәдімгісіне музыканы қосақ та қатты қоспай, сондай бір қызық болған негізінде. Енемен ара қатынасым өте жақсы, атам да бар. Негізінде мен өзімнің әкем жоқ, туа біте әкем танымаймын, өйткені ол кісі қайтыс болған 9 жасымда, бірақ та есімде жоқ, мүлдем. Оның орнына атам болған, мамам папасы. Керемет, енді айтпаймын, папамның жоқтығын маған көрсетті деп. Керісінше бар сол қаласын көрсетуге тырысты, бірақ та сол әкелік махаббат жетіспейді деп айтам. Жалпы ер азаматтың махаббаты әлі күнге шейін маған ашылған жоқ. Танымаймын, білмеймін деп айтам. Күйеуіммен вроде біз жақынбыз, бірақ та енді ол өте жүрегіме жақын тақырып та. Әлі ашылған жоқ. Және сіз айттыңыз ғой, енемен қарым-қатынасы жақсы деп, сізді қалай қабылдады отбасыңызда? Өте жақсы. Негізінде сол біз 2 жыл болған кезде, танысқан кезде телефон арқылы ғана сөйлесетінбіз. Ол сол сен қалайсың, мен ұлым саған ұнай ма, ренжітіп жүрген жоқ па деп сөйтіп не дедім, саған тамақ беріп жіберейін ба, қарын ашып жүрген жоқ па, продукты берейін, продукт алып берейін, ақша беріп жіберейін деп. Тіпті мен квартира снимать еткен кезде ол кісі мағандай сушилка болды ғой, кәдімгі бельон нететін. Сондай нәрсе, чайник беріп жүретін, неше нәрсе беріп, тамақтың бәрін алып беріп, керек жоқ десең де алып беретін. Өте жақсы қарым-қатынасымыз әлі күнге шейін. Енді идеальный деп айтпаймын, енді болады арасында ұрысып қалатынымыз, бірақ та сразу татуласамыз. Өйткені ол кісі де андай обиданы қатты жүрегіне қабылдамайды, мен де қатты жүрегіме қабылдамаймын, біз тез татуласамыз. Соның арқасында міне 4 жыл болды бірге тұрып келе жатырмыз. Бәрекелді. Және сіз айттыңыз ғой, атамыз Украинаның ертеде көшіп келген деп, енді өзіңіз жақсы білесіз, 20 жылдары қаншама өзге ұлт өкілдері, мысалы, Қазақстанды пана тұтты. Қазақ отбасы өздерінің үйін бөліп берді, бір жұтым суын берді, қара нанмен бөлісті, бауырына басты, өзекке теппеді. Сол үшін де әлі күнге дейін өзге ұлт өкілдері қазақтарға алғыс айтып келе жатқанымызды естіп жатамыз. Өткенде белгілі спортшы Хамзат Шимаев UFC-ден чемпион, жеңімпаз, сол кісі өзінің әлеуметтік желісінде қазақтарға алғысын білдіріп жатты, қиын-қыстау кезде анасына басқан, бауырына басқан деген сияқты. Сіздің де атаңыз мүмкін сондай бір оқиғалармен келген шығар? Ол жағын білмеймін. Негізінде атам да осы 2015 жылы қайтыс болып кетті. Бірақ та негізінде ол шынымен де отанын жақсы көрді. Өйткені кәдімгідей өзі андай рыбнадзор болған, балық аулап, ана аулап деген сияқты өте уважаемый человек был в деревне. Өйткені оны бәрі танитын, тіпті бастықтарын бәрі танитын мен атамды. Нагорный Иван аты, может кейбіреу танитын да шығар. Сондай әлі күнге шейін Семей қаласына барсам, бастықтардың көбісі әлі күнге шейін таниды. Сондай бір авторитетный кісі болды да. Және де апам да енді авторитетный емес, бірақ та енді атамның арқасында кішкене көтеріліп кеткен ғой. Сонымен атамды қатты танитын, және де қазір Семейге барсам, кір, пожалуйста, әне не аласың, бәрін ал, пожалуйста деп
тіпті андай популярный болмаған кезде де сөйтіп қуанышпен қарсы алатын. Ал атам керісінше айтатын: любите свою родину всегда, не предавайте ни в каких условиях, даже если вас подставят под пулю, вы никогда не предавайте свою родину деп айтатын. Всегда, да, всегда говорите спасибо, всегда уважайте деп. Атам енді бір қазақ тілін сондай жақсы білді деп айта алмаймын, енді старался вот что-то говорить, но жүрегімен жақсы. Иә, жүрегімен жақсы көрді. Апам да қазақ тілін былай түсінетін, бірақ айта алмайтын. Ал мен мамам, мен, ағам, сіңілім, үшеуміз, төртеуміз жақсы айтамыз, сөйлейміз. Валентина? Иә, осы орайда менде бір әңгіме бар негізі. Негізі Марқакөл өңірінде туғанып өстім. Қарой деген ауылында менің ата-аналарым, атам мен апаларым бұрыннан бері тұрып келе жатқан. Бірақ Қарой деген ауыл шағын ғана ауыл болған. Оның ішінде жалғыз орыс отбасы, біздің ғана отбасы болған. Кезінде менің әкем, яғни анамен қауышпай тұрып, әкем де сол жақта кішкентай кезін сол жерде өткізген. Бір оқиға болған, менің атам қайтыс болған кезде, мысалы қазақтың жерлеу дәстүрлері мен орыс халқының жерлеу дәстүрлері екі түрлі. Сол кезде менің атам қайтыс болған кезде жерлеу дәстүріне менің туыстарым уайымдаған болатын. Менің жерлеу дәстүріне келмейме деген сияқты. Сол кезде қазақтың бір жігіттері осындай өзіне крест бар ғой, крестті арқаларына артып осы жерлеген болатын. Кәдімгі менің де атам мысалы барлығы құрметтеген, қазақша сөйлеген, сол үшін де аса бір құрметпен шығарып тастаған десек те болады. Сондай бауырмашыл халық екеніне енді ғана күмәнім жетіп отыр. Біз негізі Валентина екеуміз бүгін жылайтын күн сияқты ғой. Валентинаның да жылағысы келіп, мен де жылағым келіп, шынымен де қазақ халқына деген алғыстарыңызбен барлығымыз да шексіз. Мысалы басқа өткенде мен дос баламыз Грузиядан автокөлік алып келген кезде жол жөнекей Шешенстан жерінен өткен. Сол кезде де шешең ал қай жақтан деп сұраған кезде Қазақстанда әркім қонақ шақырып біздің үйге кел деп, енді уақытыңыз болғандықтан жолға шығып арғы сапарын жалғастырады. Бірақ Шешенстанның бір шеткі жеріне келген кезде көлігі сынып қалады екен. Сол көлікті СТО-да жұмыс істейтін адамдар көріп, шешен азаматтар машинасын жөндеп береді, ақша берсе алмайды. Мен неге алмайсыз деген кезде, енді біздің ата-бабаларымыз деген аталарымыз, әкеміз, оның ата-бабалары, егер де қазақтар Шешенстан жеріне келген кезде, аяқ басқан кезде, оларды құрмет тұтыңдар, төбелеріңе көтеріңдер, көмектесіңдер деп аманат етіп айтып кеткен. Өйткені қиын қыстау кезде біз сонау 70 жылдар қазақ жеріне жер аударылып барған кезде бір үйін бөліп, бір нанын бөліп, бір жұтым суын бөліп бауырына басқан, сондықтан да ерекше құрмет көрсетіңдер деп айтып кеткен. Есімде тағы бір оқиға бар, өзіме қатысты, бірақ енді өзіме қатысты бір оқиғаны айтайын. Мен осы қалаға келген кезде, мысалы студент болып жүрдім, қаланы дұрыс танымаймын, білмеймін, ешкімді танымаймын. Сол кезде бір адасқаным бар еді, кешке таман бір адасып кеткен болатынмын. Сол кезде телефоным бәрі өшіп қалған, зарядкасы отырып қалған, қай жерде екенімді білмеймін. Көшенің жарықтары деген қараңғы, ештеңе көрінбейді. Сол кезде қатты тоңып кеткен болатынмын, қысқа таяп қалған кезі ғой. Сол кезде бір остановка жақта тұрдым. Автобус қосып, автобус жоқ, енді сағатты да білмеймін. Сонда бір кісі тоқтап, менің үйіме дейін жеткізіп тастаған қазақтың жігіті екен. Енді сол жігіт негізі сондай етіп қонақжайлылық танытты да, мен саған ақша берейін ба, тамағың тоқ па деген сияқты сондай пікірлер айтқан болатын. Негізі басында қорықтым сол жігітке бір көмектесіңізші деп айтқанға, бірақ сондай жігіттер өздері көмекке келетініне сондай сеніммен қарадым. Негізінде жалпы Қазақстанның жігіттері болсын, адамдары болсын, кім болсын, менің ойымша ең бауырмал халық. Өйткені қандай жағдай болмасын, үнемі бір қолдау көрсетіп, және де қол ұшын беріп созуға дайын тұрады. Шынымен де салыстыра келсек, басқа ұлтпен, мысалы, үнемі бір танымайтын кісіден бірдеңе сұрасаң бере салады. Мында қазір даже ТикТокта шығып жатыр ғой неше түрлі адамдар, кто негатив и кто как бы адекватный реагирует. Сонда қысым, енді қатты айтсам енді ренжімейсіздер, орыс өкілі тіпті ана қазақ жігітін етер жерді да, жай ғана телефонын сұраған ғой, можно я позвоню, пожалуйста деп, пошел отсюда деп, енді просто эксперимент қой, пранк. Одан кейін ана жаман жыртық киіммен басқа қазақ апайына барды, үлкен кісі енді ол.
на, пожалуйста, можешь даже забрать деген кезде ана жерде кәдімгі жүрегім дірілдейді ше. Сонда біз неге адамның киіміне қарау керекпіз бе, әлде шынымен де ұлтқа қарау керекпіз бе? Вообще говорят, что нет плохой нации, есть плохие люди. Соның өзінде мына жерде ұлтқа теңейміз да, бірақ та кейде болады мысалы әр ұлтта бір өзі бір тентектеу, бір мейірімсіз адамдар болады, қайырымсыз адамдар болады, барлық жерде бар мысалы. Бірақ жаман ұлт болмайды, барлығы да жақсы. Енді мысалы бірақ қарап отырсаңыз, Қазақстанда қазір 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрып жатыр. Береке бірлікте, байрағында юып отыр, бір атаның баласындай мысалы тәубе деу керекпіз. Бұл да бұл жалпы ұлт құраушы мемлекеттің, қазақтардың бір кең пейілділігі, жомарттығы деп айтуға солай емес пе? Иә. Енді жаңағы хабарымызды бастадық қой, тіл үйренуге байланысты мысалы. Және сіз Валентина да, Анжелика өзіңіз де мысалы қазақ тілін жақсы меңгеріп, жақсы кейбір қазақтардың арасында қазақ сөйлейсіздер. Мысалы, және өздеріңіз айтқандай таңғалатындай жағдай деген менде мысалы көшеде geçем менде мысалы әрбір мысалы басқа ұлт өкілдері болса біздің енді әдетіміз здравствуйте как орысша бастаймыз ғой негізінде. Енді кейде сондай жағдайлар болған, кейде өзіңді ұялып түседі, қазақ емессің бе деп өзге ұлттарға неге қазақша амандаспайсың деген сияқты жайттар болады мысалы. Сондаймен де жиі кездесіп жатамыз. Және сіз өзіңіз айтып жатсыз, қазақтар мысалы өзге ұлт өкілдері көбінесе қазақ тілін үйренушілер көбейіп келе жатыр деп. Солай ма? Иә. Күн санап. Солай, негізінде таңғалатын адамдар бар шығар, мүмкін, иә. Бірақ та мен орда байқамаймын, или өзім байқамауға тырысам екен, білмеймін. Қазір де мысалы маған тіркеліп жатқан адамдар өте көп, иә, қазақ тілін біледі екенсің, молодецсің, дамытып жатыр екенсің деп. Енді хейтерлер де бар, жақсы жағынан да бар. Бірақ та хейтерлер не дейді? Популистік мақсат деп. Сол сен баяғы популист, сен өзіңді көрсеткің келеді, анау мынау деп. Негізінде сол адамдарға айтқым келетіні, мен өзімді көрсету үшін, менде 23 жыл болды, бірақ та мен осы 3 ай болды ғой деймін өзімді көрсетіп келе жатқаныма. Негізінде жалпы мен ешқашанда мақтанбайтынмын тіл білгенім үшін, мүлдем шынына келген кезде ешқашанда өзімді бір бұл қалыпты жағдай деп қарадыңыз. Иә, анандай связи деген нәрсе мүлдем менде болмаған. Қазақ тілін көтеріп кетер деген ой жоқ. Иә, вообще. Тек ана тілге, қазақ тіліне, Қазақстан құрмет, солай ғой. Даже анандай кейбіреуі таныстарым бар, мен қазақ тілін біліп қана осы оқуға түсіп кеттім деген өте көп. Мен де шынын айтайыншы, ондай болмайды. Өйткені мен орыс группасында оқығам. Мен осы КАСУда училась в русской группе. Қазақ тіліне оқиын дегенде менде андай бал жетпей қалды. Өйткені мен өзімнің үйіме кірдім, өзімнің үйіме мен түспей қалдым. Одан кейін орыс группасына бардым, бірақ еш өкінген жоқпын. Өйткені онда керемет кураторым болды, Валерия Андреевна. Өзі корей өкілі, бірақ та таңғалатын неміз, сен маған да үйретші қазақ тілін деген секілді. Бірақ сол үйреткен жоқпын, кетіп қалды ол Алматыға. Енді таң қалмаймын, өйткені қазір ондай адамдар шынымен де көбейіп келе жатыр. Көбісінің мақсатын да білмейсің, қандай мақсатпен келе жатқаны. Бірақ та бірақ ниет бар үйренуге. Иә, мен сол ниеттер тек қана шын таза болсыншы деп айтқым келеді. Өйткені сіздердің қалай айтсам екен, өздеріңіз шын ниетпен істемеген нәрсеңіз ол ешқашан да айқын болмайды. Ал егер де сіздер таза ниетпен шын жүректен бәрін істесеңіздер, онда Алла сіздерге жақсы жол көрсетеді. Валентина, сіздерге осы қолқа салған кездеріңіз болды ма? Сізге мысалы қазақ тілін маған да үйретші, жақсы біледі екенсің ғой деген сияқты. Иә, өте көп сондай жағдайлар болған. Және де хейтер деп жатамыз ғой, мен әлі хейтерге ұшырап көрген емеспін. Менен бір кісі сұхбат алған болатын осыған дейін. Сол кезде комментарийлерде мысалы бәрі жақсы пейілдер айтып жатыр да, себебі қазір Қазақстан халқына осындай тілді құрметтейтін адамдар өте керек сияқты негізі. Тілді құрметтейтін, тілді жақсы көретін, оны дамытатын сіздер тапшы десек те болады. Сол үшін енді сондай жағын дамытсақ, енді жақсы болатын еді. Енді Анжелика және Дидар газетінің сіздің сұхбатыңызды көрдім. Тамаша әнді айтады екенсіз. Ән айтқан қазағы жоқ дейді, бір ән айтып берсеңіз. Мен ән айта алмаймын негізінде, шынын айтайын. Андай просто жайский әндер айтамын, бірақ та андай прям әндетіп. Жоқ, бәріміз де Димаш емеспіз енді. Мен айта алмаймын, шын айтайыншы, мен дауысым жоқ андай керемет. Просто андай балаларымды поддерживать еткен кезде, мен еще сынып жетекшімін ғой мектепте. Сол кезде жай ғана выступать еткем балалармен бірге, бірақ та керемет ән айтамын деп айтпаймын. Ыңғайсыздан насыл керемет. Иә. Одан да потом. Сіз ән айтасыз ба? Жоқ, мен ән айтпаймын. Негізінен бірақ өлең шумақтарын оқысам болатын шығар. Әлбетте. Ана жаққа, иә? Маған қарап, камераға қарап. Аудиторияға қарайыншы. Аудиторияға қарайыншы. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі
өмір жайлы сұрай бермесе менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. Өмір жайлы білгім келсе қартқа бар, өмірінен кегі кеткен өлмеген, жалған айыптанылғанда көлденең, ақиқаттың аппақтығын бермеген. Содан сұра өмірді, нені сезді, нені көрді, не білді, неге ақылды ақымақтан жеңілді, біреу жылап, біреу неге көңілді. Ой, бәрекелді, керемет. Негізінде мен де Мұқағали Мақатаевтың да үш бақытын айтып кетейінші. Енді негізінде үш бақытым ол өзге ұлттардың сол ең бірінші жаттаған өлеңі сияқты, жалпы. Айтыңызшы. Сізге. Мұқағали Мақатаев үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жамбарсың ба, ойланбай-ақ келдағы отау менен. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақыттан жаратқан ба. Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Бәрекелді, керемет. Бәрекелді, өте тамаша. Сіздің Мұқағали, ақиқи Мұқағали атамыздың өлеңін естіп, қанша жандар марқайып қалған шығар. Енді өздеріңіз көбінесе жиналыстарға, журналист болсыз барып тұратын шығарсыз. Көбінесе. Сол кезде кейде сәлеметсіз беден бастап, арғаты өзге тілде жалғастырып кететін адамдар, басшылар кездесіп жатады. Журналистикада жүргенде жиналыстарға жіберіп отырады. Сол кезде көбінесе журналистер сіз қазақша жауап бересіз ба, орысша жауап бересіз ба деп кісілерге қолқа салады. Кейбіреулері мысалы қазақша сөйлей алмайды, кейбіреулері орысша сөйлей алмайды. Сол кезде мен екі арада жүремін. Мысалы орысша берсе маған бәрібір деген сияқты ғой. Сол кезде мен кейде әдейі бір қазақша сұрақ қоятыным бар негізі. Себебі журналистердің көбісі орысша сұрақ қойғанды жақсы көреді. Мен негізінде қазақтың журналистері енді мықты, олар керісінше қазақтың тілін дамытуға өте құштарлы болып отыр. Мен негізінде осы журналист болуға шақырған шамамен 4-5 ай бұрын, бірақ та мен қорықтым. Неден қорқасыз? Білмеймін, журналист болуда мен қорқамын. Керісінше мұғалім болуға еңсіз. Жоқ, мұғалім болуға да қорқамын әлі күнге шейін, өйткені әр баланың тілін табу өте қиын негізінде. Бірақ та журналист болу үлкен андай мамандық деп ойлаймын да, өйткені адамның өмірбаянын білу керек қой, аны кәдімгідей сұхбатқа дайындалу керек. Негізінде сіздерге сол үшін кәдімгідей басымызды иеміз және де рахметімізді айтамыз. Журналист деген негізінде өте қиын профессия, мамандық. Мұғалімде мысалы барлық саланың оқушылары, президентте, әкімде, жоқ, иә, бірақ та барлығы да ұстаздың азынан шыққан, солай емес пе? Иә, бірақ та соның өзінде де бүйтіп қарап тұрсаң, сіздер кәдімгідей адамның өмірбаянын білу керексіздер ғой, мысалы ертеңгісінде келетін адам. Соны айтқаным ғой. Алты алаштың баласы бас қосса төр ұстаздікі дейді. Сізді сол үшін төрге шығарып отыр. Енді жалпы сіздер сияқты сіздерден үлгі алса құба әрине. Көптеген жастар сіздерге қарап бой түзеп, мемлекеттік тілді меңгеріп жатса, әрине нұр үстіне нұр болады. Өйткені бүгін таңда мемлекеттік тілді меңгеру, мемлекеттік тілде сөйлеу деген сияқты үлкен сұрақтардың бірі қойылып жатады. Мысалы, мемлекеттік тілді неге білмейсің деп, мысалы, депутаттар кейде министрларға тиісіп жатады, солай емес пе? Сондықтан да мемлекеттік тілді білу әрбір адам парызды деп ойлаймыз. Қосыласыздар ма? Әрине, қосыламыз. Бірақ та бұл қосылғанымызбен біз анандай бір депутатты мысқылдағанымыз емес. Шынымен де менің өзімнің позициям ұстанатын Қазақстанда тұратын әр азамат, вообще әр адам қазақ тілін білуі тиіс. Бұл біз тіл білгенімізбен Қазақстанға деген махаббатымызды және де отанға деген өзіміздің сүйіспеншілігімізді көрсетеміз. Бұл жерде анандай емес, сен білдің, сені білмейсің деген емес. Өзіңнің шын ниетің болу керек. Сен отанға деген осы Қазақстанда тұратының үшін жай ғана тіл білгенін, ол сенің рахмет білдіргенін. Рахмет айтқаным деген. Бәрекелді. Валентина? Негізінен біз және яғни қазақ тілін білу керек. Қазақ тілінде
сөйлеш деген нәрсе ол бертін ғана пайда болған тенденция деп ойлаймын. Себебі осыған дейін барлық документациялардың барлығы орысша тілде болған. Сол үшін депутаттардың да негізі түсінуге болады. Оларды мысалы орысша жазған декларацияның бәрін орысша тілде болды. Осы жолы ғана өзгертіп жатыр ғой негізі олардың бәрі, құжаттардың бәрін қазақша тілге аудару керек деген сияқты. Яғни мен ешкімді сөкпеймін, және де қазақ тілін білмесе, яғни талпыныс болса, олар әрине міндетті түрде үйренеді. Не керек сізге ең басты? Негізінде қазір сол керісінше қазақ тілін үйренуге адамдар көбейіп жатыр. Өйткені блог жүргізіп жүрмін ғой, маған қаншама адамдар тіркеліп жатыр. Үйренейінші, мен тіпті андай тегін емес, уже ақылы курстар аштым, топ бойынша, адамдардың ниеттері бар, үйренуге құлшыныстары өте нығайып жатыр. Өйткені қазір осындай енді короткий роликтер бар ғой, қазақ тілін үйрететін. Соларға қарап, олар керісінше қазақ тілін үйренуге бір жүректері ашыла ма, ниеттері ашыла ма, білмеймін, әйтеуір бір талпыныс бар, ниет бар. Бар екен, шынымен де ол көмектеседі екен адамдарға. Тек оны алып іліп кету керек. Көшеде қазақша сөйлеуге ұялмау керек дейсіз. Мүлдем ұялмау керек. Керісінше барып контактыға ашу керек. Егер де адамнан, мысалы, мен қазір Валентинамен сөйлесуге ұялсам, онда бізде ешқандай контакт шықпайды. Валентина мен ойлайды, мен өзіншемін деп, мен Валентинаны ойлаймын, өзінше деп болды. Бізде жабылады, и ертесінде барамыз да, мына өзінше екен, мына өзінше екен. Керісінше қазір мен, мысалы, Валентинамен сөйлессем, біз өзіміздің қандай екенімізді білеміз, және де біз танимыз өзімізді. Сол секілді танымайтын кісілермен контактіге барсаң, негізі қазақ тілінде сөйлеген өзгеліктерді өте жақсы көремін. Бәрекелді. Сізде? Бәрекелді. Сіздерге көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін студиямызға келгендеріңізге. Еңбектеріңіз жемісті, табысты болсын. Қаламыңыз мұқалмасын. Білімді, білетті, жан-жақты меңгерген шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет. Көп рахмет сіздерге. Енді рахмет күні, алғыс айту күні болғаннан кейін бізде енді алғысымызды айтып кетейік. Күні айтыр ертең 1 мамыр ғой. Ойбай. 1 мамыр. Бүгін 25 сағат. Ойбай, целый день на съемках уже гоню. Сіз бірінші айтыңызшы. Бүгін айтпақта 29 мартта. Соңғы күн біздің сағаттық тіліміз ертең ауысатын болады. Яғни алғыс айту күніне орай мен мысалы барша қазақстандықтарды алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл негізі алғыс айту күні 2016 жылы пайда болған. 1995 жылы дамып келе жатыр. Себебі Қазақстанда өзге ұлт өкілдері көп шоғырланған өңір деп айтсақ та болады, елді мекен. Сол үшін де ұлттардың арасында тату тәтті өмір сүруі әр адамның өзінің бір дүниесіне байланысты деп ойлаймын. Сондықтан қазақтың қонақжайлылығына және салт дәстүрлеріне алғыс айтқым келеді. Бәрекелді. Мен енді толықтай келісемін. Енді ең бірінші мен Аллаға рахмет айтқым келеді. Өйткені қазіргі таңда осылай мен жолымның ашылып, жалпы осындай дәрежеге жетіп жатқанның өзі сол бір Алланың арқасында ғана, және де менің анамның арқасында дүниеге келген. Сол анама шексіз рахметімді айтқым келеді. Өйткені тек қана сол кісінің арқасында жалғыз мені асырап өсіріп дегендей. Және де ата-енеме көп рахмет. Өйткені сол кісілердің арқасында қазір міне осылай еркін жүремін, жұмысыма да барып келемін, басқа жеріме де барып келемін. Өйткені қызымды қарап отыр. Ал бұл дегенің отбасылы адамға өте бір, қалай айтсам екен, керек, өте бір керек нәрсе. Сол себепті үлкен рахметімді айтқым келеді. Егер де сол кісілер болмаса, мен бұлай өзім емін еркін жүре алмаушы едім. Қазақтың дамуына ерекше қосып отырсыз ата-енеңізге. Біз де көп рахмет айтамыз. Өте үлкен, себебі қызым өзі жиі ауырады, мысалы, соның өзінде қарап, маған жарайды жұмысына бара қойшы, біз өзіміз қарап береміз деген өзі бір үлкен маған көмек, және де жұбайыма көп рахмет, үнемі мені қолдайды. Қалма, істе деп. Ешкімді тыңдама, айта берсін, олар айтады да үндемей қалады деп. Кәдімгідей мені қолдайды, үнемі қолдайды. Біз тіпті ұрысып қалсақ та мені жұмыстан алып кетеді, қайда болсам да. Сол себепті жұбайыма өте бір рахметімді айтқым келеді. Және де алыста болса да бір құрбым пайда болды. Енді оны әзірге айтпаймын. Жақында сәуір айында оны біз өзіміз жарнамалаймыз өзімізді. Соған көп рахметімді айтқым келеді. Мені үнемі қолдайды. Бір андай переломный момент болып қалды менде. Сол кезде қатты бір сол тығырықтан алып шықты деп айтсам болады. Бәрін тастап, кәдімгідей кетіп қалғым келді.
тоже бір хейтті көтере алмай қалдым ба білмеймін енді. Сондай болады екен адамдарда негізінде. Сол мені алып шықты сол жерден. Сол үшін көп рахметімді айтқым келеді. Және де сіздерге рахмет осы студияға шақырып бізден сұхбат алып жатқандарыңызға, және қазақ халқына да рахмет. Қонақжайлықтарыңызға, жалпы осылай адамды бөлмей, үнемі бізді өзге ұлттарды, өзге ұлт емес, кәдімгі қазақтың балалары деп санағандарыңыз үшін көп рахмет. Және Валентина, сізге де рахмет. Танысқан өте қуаныштымын. Сізге де қуанышты рахмет. Дүниеге Ресей Федерациясы. Өте көп екен. Бәрекелді, сіздерге көп рахмет. Аман сау болыңыздар, құрметті көрермендер. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мереке болсын.